Саламатсыздар ма? Қазақ тілі пәнінің оқытушысы Қонақбаева Айгүл Серікболқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз киіз үй ғажап сәулет туындысы. Оқу мақсаттары: мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып дұрыс сөйлеу. Жалпы алдымен тақырыбымызға тоқталмас бұрын архитектура сөзінің мағынасын ашатын болсақ. Архитектура грек сөзінен алынған құрылыс өнері деген мағынаны білдіреді. Құрылыс сәулет өнері. Ал сәулет өнерінің құнды болуы үшін басты 4 мәселені ескереміз. Яғни салынған сәулетіміздің, ғимаратымыздың қолайлығы, беріктігі, оның тиімді экономикалық мәселесі және оның әдемілігі. Архитектура сәулет өнері. Бұл қазіргі уақыттағы құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері. Олар әртүрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіп кешендері. Қазіргі замандағы сәулет өнері техниканың, ғылым мен өнердің тоғысқан жері болып табылады. Өткен тарихымызға шолу жасайтын болсақ, ең алғашқы қазақ сәулет өнері біздің көшпелі киіз үйімізден бастау алады. Киіз үй ата-бабамыздың басты баспанасы. Ол тек қазақ халқының ғана емес, барша түркілердің, көптеген көрші елдердің киелі тұрақты мекені болған. Ғасырлар бойы көшпелі тұрмыс тәжірибесінен туған қазақтың киіз үйі оның қастерлеп ұстаған, кие тұтқан тұрағы, мекені, баспанасы, мақтанышы болған. Киіз үй баспана ғана емес, сәулет, құрылыс өнері, сонымен қатар қол өнер жетістігінің тамаша үлгісі. Киіз үй көшіп қонуға өте қолайлы болған жәдігер. Біздің заманымыздан 3000 жыл бұрынғы қола дәуірінде белгілі болған. Киіз үйдің жалпы салмағы 300-400 килограммға жуық. Бір салмақты түйе еркін көтере алады. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын, жер сілкінісі кезінде өте ыңғайлы, оңайлықпен бұзыла қоймайды. Киіз үйдің негізгі бөлшектері: кереге, шаңырақ, уық, сықырлауық. Кереген кең болсын деген тілек осы керегенің негізді құрайтыннан басталады. Өйткені үйдің берік болуы, кеңдігі осы керегеге байланысты. Шаңырақтың пішіні күмбез тәріздес уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Шаңырақ сөзі отбасы, үй деген тұтас ұғымды бейнелейді. Кереге киіз үй сүйегінің қабырғалық бөлігі болып табылады. Талдан, жіңішке қайыңнан жасалады. Уық кереге басы мен шаңырақты ұстап тұратын ағаш. Ол сәмбі талдан жасалынады. Ең жоғарғы биік жері, жоғарғы бөлігі шаңырақ деп аталады. Шаңырақ уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Сықырлауық киіз үйдің ішкі жағынан жабылатын екі бөлек тақтай есік. Ол өте сәнді, табалдырық пен маңдайшадан, қос босағадан және жарма беттен құралады. Киіз үйге байланысты қазақта көптеген киелі қағидалар бар. Яғни киіз үйдің төрі киелі орын саналады. Ал жалпы киіз үйдің бейнесі әлем моделі болып табылса, оның төбесіндегі шаңырақ күн және оның шуағы болып табылады. Түнде ғана жауып, күндіз ашық тұратын түндік бұл ғарышпен, аспанмен байланысты білдірсе, оның ішінде тұратын қайнайтын қай қазанымыз құт, береке, ырысты білдіреді. Ішіндегі жиһаздың бірі адалбақан, бұл жаратылыстың бәйтерегі болса, табалдырық киіз үйдегі ең киелі жер болып саналады. Киіз үйдің әрбір жабдықтары қолмен жасалып, әрленіп отырған. Үйдің үлкендігіне қарай әртүрлі жиһаздар қойылып отырады.
Ұлттық өрнекті білдіретін бұл жиһаздардың барлығы көшіп қону кезінде өте оңай бұзылады және салмағы да аса ауыр бола бермейді. Киіз үйдің түрлері: Алтын Орда 30 қанаттан, яғни 30 керегеден тұратын мәжіліс, хандардың жиналыс өткізетін ордасы болған. Ақ Орда 12 қанаттан тұратын үй болған. Ақ Ала Орда 8 қанатты, бай, дәулетті үй. Отау жас жұбайлардың оңаша өздері ғана тұратын үйі. Жолым үй уақытша ғана отыратын шағын немесе жартылай тігілетін үйлер. Яғни жолай қонатын жол деген сөзден бастау алған бұл үйдің атауы. Ақтағыр 2 қанатты, 2 үзікпен жабылатын шағын кішкене киіз үй. Қара құрым үй киізінің тозығы жеткен ескі үйдің атауы екен. Енді осы өтілген тақырыптардың негізінде мынандай ойын ойнап көрейік. Яғни шаңырақ, есік, керегенің тапсырмасы. Бұл жерде бір-бірімізге осы үйдің қаңқасына байланысты тілек сөздерімізді жазамыз. Яғни біріншісі мысалы бақыт, байлық, денсаулық тақырыбында. Мысалы, шаңырағың биік болсын деп тілеймін. Үйіңнен, шаңырағынан бақыт кетпесін. Осы шаңырақтағыларға денсаулық тілеймін. Ары қарай есіктің тапсырмасы мен керегенің тапсырмасын өздеріңіз жалғастырып жазасыздар. Келесі тапсырма. Сәулет өнерінің көне құрылысы болған киіз үй мен қазіргі уақыттағы заманауи үйдің ұқсастығы мен айырмашылығын жазу үшін Вен диаграммасын толтырамыз. Екі үйді мұқият суретіне қарап, салыстыра отырып жазып шығамыз. Төмендегі сұрақтарға жауап беретініз. Киіз үйдің есігі қалай аталады? Шаңырақты жабатын киіз қалай аталады? Керегені жабатын киіз, уықты жабатын киіз не деп аталады? Киіз үйдің ағаш сүйектеріне нелер жатады? Киіз үйдің жабдықтары, шаңырақ пен керегені бекітетін ағаш қалай аталады? Яғни қазақтың киіз үйінің ішкі сыртқы киіздерінің әр атауы жеке болған. Соған тоқталып, сұрақтарға жазбаша жауап береміз. Келесі тапсырма. Ежелгі және заманауи ғимараттарды салыстыра отырып, ғылыми көпшілік стильдің жанрлық стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды қолдана отырып мақала жазамыз. Суретте көрсетілген заманауи 2 ғимарат және көне дәуірдің ескерткіші саналатын 2 ғимарат берілген. Әр қайсына сипаттама бере отырып, шағын мақала жазып шығамыз. Сөз саны 100-120 болуы шарт. Үйге тапсырма. Ақселеу Сейдімбековтың «Күмбір-күмбір күмбездер» атты кітабынан алынған үзіндіні оқи отырып, қорытынды жасаңыздар. Негізгі тақырып бұл жерде қазақ киіз үйі жайлы айтылады. Соны қорытындылап, өз ойымызды жазып шығамыз. Тапсырма түсінікті болса, сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.